Армияс қазағым, бүгін мен ауруханадан жедел шықтым, себебі бүгін Асар баспананың соты, біз сотқа барамыз. Және де өткенде мен Астанаға барып қайтқан болатынмын. Асар баспананың аймақ басшыларымен жолықтым, салымшылармен жолықтым. Сол жерде бірнеше азаматшы болды. Олардың пайымдауынша, оларды Нұрбол мырзаға қарсы арыз жазуға бәзбіреулер мәжбүрлеген екен. Тыңдап көріңіздерші. Біз ешқандай да ондай пирамида деген нәрсеге келіскен емеспіз. Бірақ енді жағдай солай болды. Сол жерде біз қол қоюға 35-ші бапқа мәжбүр болдық. Енді өздеріңіз білесіздер ғой мәжбүр дегенді. Енді айтарымыз халыққа да барлық бізді естіп көріп жатқан жандарға да біз арыз жазған жоқпыз. Бірақ бір белгілі себептерге байланысты 35-ші бапқа қол қойдық. То, что мы взяли 35-ю статью, регионалы все, конечно, сейчас сожалеют об этом. Никто не хотел оказаться в такой ситуации. Нам было сложно принять эту ситуацию. Мы сейчас все очень переживаем и хотим все изменить. Были сами в таком тяжелом состоянии. Мы обращались в органы, хотели отозвать свою статью, но нам никто ничего не ответил, и мы остались без внимания. Но сейчас, в данный момент, все регионалы переживают, ждут справедливого решения суда. Все, конечно, мы надеемся, что наш руководитель будет скоро вместе с нами. Қазіргі жағдайда енді мына 2025-тің 9 февраль күні ғой. Ақпан күні біздерді жапқаннан кейін қазіргі адамның күнінде көрістері қиын болып тұр. Кредиттерін өте алмай отыр, қиналып отыр қазір халық. Біз Нұрболмен біргеміз, біз Нұрболды жақтаймыз, ол бізге жақсылықтарды көп әкелді, қаншама отбасы бәрі қазір Нұрболды шығуын күтіп отырмыз. Иә, осыдан ақ Асар баспананың да Нұрбол мырзаның да ақ екенін білуге болады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Вы стоите? Не провоцируйте, пожалуйста. Я не провоцирую вас, а вы дайте мне переодеться. Не надо мне создавать тревожность. Пожалуйста, как я буду қаншама есіктің алдында, мен өз үйімде не могу даже закрыться и переодеться, что ли? Нет, закрыться? Вы сейчас дверь внутри закроете, потом не откроете. Дайте мне переодеться. Агай, вы меня слышите? Я говорю, вы сейчас внутри Вы в закроете. адеквате? Вы в адеквате? Смотрите, сейчас вы, если внутри вы закроете, Вы в своем уме, я вы не выйду. откроете дверь. Я выйду. Я вам сказала человеческими словами. Я нормально вам говорю. Нет. Вы в своем уме меня Вот так, имеете смотрите, нашего. давайте вот так сделаем. Вот все, вот так закрыто будет. Агай, вы что? Біз зайырлы елде тұрамыз ғой, сіз не істеп жатсыз? Жұлдыз, давайте, бір-бірімізге керек емес ондай сөздер, хорошо? Мы свою работу делаем в рамках закона. Никто В рамках не закона нарушает. я пойму, я сейчас дайте позвоню Никто закон хотя не бы. нарушает. Это вы, наоборот, нарушаете закон. Что я делаю? Прямой эфир снимаете, матершинные слова. Ага, енді қазір оны обсудим барып неге? Всё Орталыққа хорошо. барып, дайте Поэтому мне будем в рамках- переодеться. Подождите, поэтому будем в рамках закона будем разбираться. Поэтому мы должны вас доставить в Устандыкское управление полиции. Я поняла, дайте ну хотя бы переодеться. Все, одевайтесь, никто Дайте заходить я не закрою делает. свою дверь. Нет. Ужас. Халқым, смотрите, бүгін среда, 24 июнь, вот. Я открыла дверь, там ждали меня полицейские, они открыли, вот не дают теперь закрыть дверь. Бостандық қаласының орталық рудың басқармасына келіп тұрдық дейді. Я не знаю, корочки показали, меня вот забирают. Мен үйімде отырғам. Вы понимаете, менде зарядка отырып жатыр, вот 1% қалды. Құрметті ағайын, бүкіл әлемге танымал, бүкіл әлемді таң қалдырған қазақ, ол қазақстандық қазақ жігіт Марат Жыланбаевты танымайтын ешкім жоқ шығар. Бұны танымаған адам өтірікші болып есептелінеді. Бұл кісі адамның табаны баспаған шөлайтты шөлді жерлерді бағындырып, бүкіл әлемдік қызыл кітапқа енген атақты марафоншы. Осындай мықты адамды қазіргі таңда қарқапаста қамап отыр. Саяси еркіндік үшін, саяси сөздері үшін ғана осындай тарқапаста қамалып отырған ағамызға бостандық сұрай алмай отырған
сол кісіні қаматып қойып қарап отырған қандай қасірет. Бұндай мықты адамды басқа ұлттар болсын, басқа елдер болсын, төбесіне басып, төбесіне көтеріп бағар еді ғой. Бұндай мықты адам әлемде жоқ. Осындай ағамыздың тар қапаста жатуы қайсы бір қазақты болмасын еңсесін түсіріп, жүрегін ауыртатын жайт. Құрметті ағайын, бәріміз бір ауыздан осы кісіге бостандық тілейік. Осы кісінің босатылып шығуына белсенділік атсалысайық. Бұл кісінің бүкіл организмі жүгіруге, спортқа арналған. Бұл кісінің тар қапаста қамалып жатуының өзі бұл өзінің денсаулығына орасан зор қиын ауыр жағдайға түседі. Ауруға ұшырап, жаңағы тіпті өлім жағдайына алып келуі де мүмкін. Өйткені оның организмі жүгіруге, тек спортқа арналған организм. Ол сол спортпенен өмір бойы келатқан адамды бір сәтте тар қапасқа қамай салу бұл өте сорақылық, өте жауыздық іс деп есептейміз. Сондықтан біз бұл қамаған адамдарға босату үшін талап етеміз, босатылсын. Ондай адам тар қапаста жатпау керек. Арон Атабек сияқты аздырып, тоздырып өлтірмекші ме? Не үшін ол кісіні босатпайды енді? Естіп жатырмыз, ауырып жатыр екен. Ауру халық өте қиын жағдайда деп естіп жатырмыз. Тура Арон Атабектің кебін кимекші. Сондықтан бұл кісінің соттатып отырған қазақ, ей, қазаққа алыстан жау келмейді екен ғой. Өз-өзін қырғып, өз-өзімізді соттап, тоздырып, қаймақ бетіндегі қазақтарды осындай қырғынға ұшыратып атқан қандай сорлы, қандай бейшара халық едік. Жүрегің ауырады. Қаншама қаймақ бетіндегі қазақтардың өз ұлтынан қорлық зорлық көріп түрмеде жатқаны қайсы бір қазақты болмасын, жүрегімізді ауыртып, қайғы қасіретке ұшыратады. Өкінішті, тым өкінішті. Сондықтан белсенді болайықшы бәріміз. Атажұрт ұйымы туралы өзіміздің білген ойымызды және жанашыр көзқарасымызды айтайықшы. Бұл ұйым 2017 жылдан бері кішкене ұйым болып қалыптасты. Бұның қалыптасуы Қытайдың өз жерінде, өз елінде аз ұлттарды геноцид жасап, соның ішінде көп сандысы қазақтар, соларға геноцид жасап, себептен себепсіз ұрып, зорлық күш қолданып, қамауға алып, геноцид жасады. Осыған суырылып шыққан атажұрт еріктілері болып, ерікті ретінде қалыптасып, соларға араша түсті. Өзінің біліктілігімен, білімділігіменен бүкіл әлемдіге осы Қытайдың геноцидін ашқан бірден бір ұйым болып, бүкіл әлемге бренд болып қалыптасқан атажұрт ұйымы осы. Кім қалай ойласа, олай ойласын, бұл атажұрт тарихта қалатын әлемдік адамдық құқық қорғау органы ұйымы болып, тастай болып тарихта қалады. Енді осы атажұрт ұйымында қызмет істеп, өз халқын қамап атқан алып империя Қытайменен алысып, Қытайдың, біздің биліктің визасыз режимге кіргізіп жатқан қытайларға қарсы болды. Жазғысы қазақстандықтарды соттаған қазақтарға араша болып, соларға шырпы болып жүрген атажұрттықтар қазіргі таңда бас бостандығынан 5 жылға айырылып, тар қапас қамауда жатыр. Олардың қамалу себебі тіпті адам күлерлік, тіпті өте
сорақы өте, енді адамның аузы бармайтын бір қылмыс деуге жарамайтын бір әшейін ақ қағазға жазылған суретпенен жазылған туды өрттеу болды. Бар жасаған қылмыстары осы ғана болды. 19 азаматты аяусыз 5 жылға осы кінәлары үшін тар қапасқа қамап тастады. Оны басқа емес, өзіміздің Қазақстанның билігі осылай істеді. Сол Атажұрт ұйымындағы істеп жүрген барлық қазақ, олар өз басының қара қамы үшін емес, осы елім жерім Қытайлар қазақтарға қорлық көрсетпесе екен, зорлық көрсетпе екен деп басын бәйгеге тігіп, бүкіл әлемдегі экономикасы екінші орында тұрған алып империяның алқымдап геноцидіне бірден бір қарсы шыққан осы ұйым болды. Бүкіл әлемге әйгілі етіп, өздерінің мықтылығын, өздерінің білімді біліктілігін дәлелдеп шыққан осы Атажұрт еді. Қазаққа алыстан жау келмейді ғой. Осындай еңбек ерлігін көре тұра, біле тұра қамауда отыр. Тым өкінішті жағдай. Осыларға бостандық тілей алмай отырған біздер қазақ халқы осындай аянышты, құлдық сана сезімнен айырыла алмай отырған қара басымыздың қамымыз үшін бүгінімізбенен ертеңімізді ғана ойлайтын осындай қара дүниеде жүрген қара ниетті қара қазақ болып шарасыз солардың сотталғанын көріп отырмыз. Оларға бостандық сұрай алмай, егерде қазақтың бірлігі жарасып, білімді білікті адамдары бір ауыздан соларға бостандық тілегенде, олар ешқашан қамай алмайтындай еді. Тек атажұрттықтар емес, қанша белсенділер жатыр. Дума Мұхаммед Кәрімді айтыңыз, әйел заты болған Айгерім Тілеужанды айтыңыз, Марат Жыланбаевты айтыңыз, қаншама белсенділер сотталып отыр. Соның біреуіне мұңқ етіп аузымызды ашамай, бірлігімізді жарастыра алмай, сорлы болып күн кешіп жатырмыз. Тым өкінішті. Оян қазақ, көзімізді ашайықшы. Қор болып өзіміз соттай бермейікші.